Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пицца дайындаймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Жылы су, қашты тұз қажет. 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң ұнымызды қосып, қолға жабыспайтын қамыр елеп, оны көтеруге қалдырамыз. Нанымыз дайын болғанша біз пиццаның салмасын дайындаймыз. Менде тауықтың ұсақталған еті және пияз екеуін қуырып алдым. Дайын болған нанымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Пиццаның формасын келтіріп, қолмен жаямыз, оқтау қолданбаймыз. 1 ас қасық майонез бен 1 ас қасық кетчубымызды пиццамызға жағып шығамыз. Оның үстінен үкіштен өткізген сырды сеуіп шығамыз. Оның үстінен дайын болған қуырылған салмамызды саламыз және қызанақтарын қойып шығамыз. Үстінен тағы да сыр сеуіп, қысып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.